2017 жылдың 30 наурызы күні Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі Ерлан Кенжеғалиұлы Сағадиев бастаған делегация Ақтөбе облысының педагогикалық қауымымен кездесу өткізді. Кездесуге облыстың жалпы білім беретін мекемелердің басшылары, педагогтер, ата-аналар қоғамының өкілдері қатысты. Білім және ғылым министрі өз сөзінде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауын жүзеге асыру мақсатында жүргізілетін жұмыстарды айтып өтіп, мазмұны жаңартылған бастауыш және орта білім беру аясындағы өзекті мәселелерге тоқталды. Сондай-ақ, мектепке дейінгі қосымша және кәсіптік білім беру жүйесінің жаңа бағыттары мен даму болашағын атап өтті. Сонымен қатар елімізде ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу, жоғарғы оқу орындарында қазіргі кезде сұранысқа ие педагогикалық мамандарды дайындауда мемлекеттік гранттардың санын көбейту, оқыту үдерісіндегі критериалды бағалау жүйесі, электронды журналды қалыптастыру және де қаржыландыру мәселелеріне, әсіресе білім беру мекемелерін материалдық техникалық қамтамасыз ету туралы бірқатар өзекті сұрақтарға жан-жақты тоқталып, өзіндік талдау жасады. Кездесуде қатысушыларға министрге тек сұрақ қоюға ғана мүмкіндік туған жоқ. Олар мазмұны жаңартылған білім беру жағдайында кәсіби қызметте маңызды және қажетті деп саналатын мәселелерді көтеріп, өзіндік ойлары мен тәжірибелерімен бөлісті. Барлық сұрақтарға қатысты, соның ішінде оқу әдістемелік қамтамасыз ету, көптілділікті дамыту, критериалды бағалау жүйесі, кәсіби стандарттың өзгеруі, сағат жүктемесінің қысқаруы туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі Ерлан Кенжеғалиұлы Сағадиев және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мектепке дейінгі және бастауыш білім беру департаментінің директоры Жаңыл Алпамысқызы Жонтаева толыққанды әрі нақты жауаптар берді. Ресми тұлғаларды облыс педагогтерінің біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларына курс кезінде және курс аралық мерзімде жасалынатын қолайлы жағдай мен институттың материалдық техникалық базасын институт директоры Нұргүл Молдабаевна Абишева таныстырды. Кездесу сәтті аяқталды.